Армысыздар жастар, бүгінгі бір ерекше жобада сіздермен кездесіп тұрғаныма өте қуаныштымын. Бір қызық бір тақырыпты сіздермен бөліскім келіп отыр. Өзімді жеңе білу басты мақсатым деген тақырып. Бұл тақырып тек қана маған емес, жалпы барлық адамға қатысты деп ойлаймын. Өйткені барлық адам өз-өзін жеңе білсе, өмірінде бір жаңа бір белесті бағындыруға үлкен себеп болады. Қазір сол себепке қажетті факттерді сіздермен бөлісетін болам. Бірінші, жалпы мықты болсаң өзіңді жең деген бір қазақтың бір үлкен бір философиялық сөзі бар. Оның бәріңіз білесіздер, естіп жүрсіздер, көріп жүрсіздер. Жалпы мен бір нәрсені айтқым келеді. Мысалы, кез келген жетістікке жеткен адамның өмірбаянын танысамыз, оқимыз. Енді бір ойланып қарайықшы. Егер сол жетістікке жеткен адамның жүріп өткен өмірін дәл тура сол істеген іс-әрекеттерді сен де істесең, сенен де дәл сондай нәтиже шығатынына сенесіздер ме? Менің ойымша сенуге болатын дүние сияқты. Өйткені кез келген жетістікке жеткен адамның өмірлерімен танысатын болсаңыз, ол белгілі бір күнделікті іс-әрекетінде белгілі бір амалдар жасау арқылы осы қазіргі күніне жетістікке жеткен. Мысалы, бір нәрсені алайық. Қарапайым ағылшын тілін оқып үйрену. Ағылшын тілін үйрену деген бұл кез келген адамның өмірінде мектеп кезінен бастап кездесетін бір алғашқы өзін жеңуге бағытталған бір мақсатының бірі. Саған күнделікті сабақта керекті ағылшын тіліне керек дүниелерді береді, бірақ сен оқисың, оқымайсың, оны өзің білесің. Қызығушылық бар, жоқ. Осы жерде мысалы мен осы бір 2 аптаның уақыты болды. Бір сұхбат көріп отырып, сонда бір Duolingo деген программа бар екенін білдім. Жалпы ағылшын тілін үйренуге. Қазір сол арқылы бір примерно elementary уровеньден сәл жоғарыға келіп қалдым. Күнделікті уақытың 5 минутын ағылшын тілін оқуға, бұл программаның бір ерекшелігі, саған күнделікті запись беріп отырады. Уақытта сенің 5 минутың бар, егер сен әлсіз болмасаң, ағылшынды оқысайшы деген сияқты бір мотивациялық сөздер. Дәл осындай программалар өте көп. Мен айтып отқаным, сен 5 минуттың ішінде мүмкін Instagram қарауың мүмкін. Әркімнің бір историясын қарауың мүмкін. 5 минут сен бір қосымша білім алуға әрекет етуіңе болады. Немесе екінші инсайт ретінде жалпы кітап оқуды алайық. Кез келген тақырыпқа қызығу, ол мобилография болсын, менеджмент болсын, экономика болсын, банк жүйесі болсын, әртүрлі бір тақырыпты зерттеу үшін бүкіл ғалымдардың айтатыны, кез келген тақырыпты білу үшін кемінде 50 кітап оқу керек, сол тақырыпқа бағытталған. Ары кетсе, сен бір 20 кітап оқығаннан кейін сол салаға бағытталған. Сенде бір белгілі бір дәрежеде білім қалыптасады. Ал бірақ сен сол саланы толық меңгеру үшін жалпы кез келген тақырыпты зерттеуге ары кетсе 50 кітап. Бұл былайша айтқан кезде факт бітті 50 деген нәрсе жоқ. Қарапайым сен бір кітапты оқығанның өзінде белгілі бір салада өзіңде қажетті бір мағлұматтарды аласың. Ал сені тек қана мағлұмат алып қоймай, іс-әрекетке жетелейтін нәтижеге жету үшін осы ғалымдардың, жалпы психологтардың зерттеуі бойынша бір 50 кітап оқу саған кез келген тақырыпты игеруге жетеді деп ойлаймын. Екінші нәрсе, бұл ең керекті дүние, үшінші инсайт. Бұл Google-ға дұрыс сұрақ қоя білу деген түсінік бар ғой. Яғни үйрену дейді. Қазір ең қажетті нәрсе осы деп ойлаймын. Біз барлығымыз өмірде бір жетістікке жеткіміз келеді, өмірде бір жаңа бір нәрсені үйренгіміз келеді, бай болғымыз келеді. Көп қой сала. Но бірақ соған жетудің өзінің бір іс-әрекеттері бар. Бізде қазір өзі Қазақстанда осы соңғы бір 5 жылда психологиялық тренингтар, сені бір жетістікке жететін тренингтар, үйренуді үйрететін тренингтар, қосымша білім бер. Былайша айтқан кезде өте көп платформалар қалыптасқан. Ал сенен тек қана қажет ететін нәрсе, соған белгілі бір уақытыңды бөліп, соны үйрену. Ал оған сен бару үшін белгілі бір қадамдардан өту керексің. Бұл қарапайым белгілі бір өміріңнің берілетін саған 12 сағат уақыт болса күндізгі, соның хотя бы 1 сағатын соған бөле білу деген түсінік. Үйренуде менің айтатын инсайтым, бұл өзіңнің өміріңнен қысқаша бір уақытты жаңа бір тақырыпты игеруге жұмсау.
Енді өзіңді жеңе білу деген тақырыпта осындай бір 4-5 инсайтты айту маңызды деп есептедім. Енді мен мысалы тақырыпты таңдаған кезде айттым, өзіңді өзің жеңе білу басты мақсатым деген. Біз таңғы тұрыстан бастап күнделікті жүрісіміз ол өз-өзімізбен күрес. Қасиетті Құранда да бұған байланысты бірнеше аяттар келтірілген. Өміріңнің барлығы таңдау екендігін бәріміз білеміз. Қай бағытта жүру, қай бағытқа бару, қай нәрсені үйрену, бұның барлығы күнделікті өзімізбен күрес. Бүкіл жетістікке жеткен адамның негізгі жетістігі бұл өзін жеңе білген адамдар деп есептеймін. Бұл жерде тағы бір ескеретін жайт, бұл әр адамның ортадағы, отбасындағы, мемлекеттегі өзінің бір функциясы бар атқаратын. Сол функцияны түсіне білу, сол арқылы сол функцияны игере білу и содан нәтиже шығара білу деген сөз. Мысалы, енді қысқа бір мысал айтып кетейін. Мысалы, осыдан бір 5-6 жыл бұрын студент кезімізде мен жалпы елбасының алдында немесе бір үлкен жиында сөйлеу менің үлкен бір мақсатым еді. Адамның әркімде өзінде мақсат болады ғой, сондай бір сөйлесем екен, жалпы жастар саясатын атқарған жұмыстарды айтсам екен деген. И әрқашан өз-өзімді бір дайындап жүретін. Кәдімгі тезистер болады ғой, әртүрлі выступленияларды қарап, аса мәртебелі жиынға қатысушылар, аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы деген сияқты кәдімгі өзімде сондай бір функцияларды қалыптастырып жүретін. И осыдан 3 жыл бұрын маған сондай бір үлкен мүмкіндік берілді, елбасының алдында сөйлеу мүмкіндігі. Сондағы кейін бір жайлап қарап отыратын болсам, мен соған адамды өз-өзімді жалпы психологиялық тұрғыдан и жалпы сөйлеу, дикция, түсіндіру, белгілі бір тақырыпты зерттеу деген сияқты нәрселерді мен жақсы үйренген екенмін. 2 инсайт бойынша мен сонда бүкіл кандидаттардың ішінде өттім. Бірінші бұл сөйлеу дикциясы, выступление жасай білу. Екінші жалпы мағлұматтарды игеру. Осы 2 функция арқылы жалпы енді мақтанған деп айтуға да болатынша жалпы Жамбыл жастарының ішінде бірінші болып жалпы Қазақстан жастарының атынан елбасының алдында үлкен жиында жастар саясатының орындалуы туралы баяндама жасағам. Бұл да бір үлкен бір жалпы қалай дейді, адам өзіне қойған мақсаты ғой. Екінші бір инсайт, бұл жалпы депутат болу деген бір үлкен бір түсінік мақсат болған кішкентай кезінен. И осы мақсатқа жету үшін жалпы қазір қарап отырсам, қазір облыстық мәслихаттың депутат қызметін атқарам. 10 жыл уақытым жастар саясатында осы бір статусқа жетуге еңбек етіппін. Бұл статусқа жету үшін түрлі жастар ұйымдарын, жастар саясатын зерттеу, түсіну, мәселелерді көтеру, шешу, айту, жеткізе білу деген сияқты түсініктерді қалыптастыру арқылы жалпы қоғамда осы бір орынға лайықты екендігімді жалпы көрсете білдім. Бұл да менің өмірімдегі өз-өзімді жеңе білген, соған қарай үлкен бір ынталанған бір мақсат ретінде жұмыс жасадым. Енді жалпы кез келген жасқа, кез келген адамға айтқым келеді. Өзіңді жеңе білсең, кез келген мақсатқа жетуге болатындығын айтқым келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қысқаша осы бір ойды сіздерге жеткізгім келген.